менің осы образыма қарсы адамдар да өте көп. Мысалы, кеше Айнұр Жүгінісова әйел адамның мұншалықты аңқылдап, жарқылдап сөйлегеннің қажеті жоқ. Сенің үлкен аудиторияң бар, сондықтан ол аудиторияға үлгілі нәрселер көрсету керек деген ойын айтты. Бірақ мен үлгілі емес, жаңағы басқа бір бағытқа бұрмалау жасап жатқан жоқпын. Мен сияқты аңқылдаған қазақтың әйелдері жоқ емес, бар. Әркімде осындай мен сияқты аңқылдап, ойын ашық айтатын жеңгелер табылады. Тұрмыстық өмірде, иә, тұрмыс тіршілікте, бала шағасының жанында ешқандай боямасыз, өзінің ойын ашық айтқысы келетін жеңгейлер бар. Сондықтан дәл бір қазақ әйелінің эталоны емес, аңқылдаған қазақ әйелі деп айтуға болатын шығар енді. Бұл образ менен алыс емес. Бірақ мен енді күнде жаңағы бала шаған зекіп, айғайлап, осы дараңдап отырамын деп айта алмаймын. Үйде салмақты әңгіме айтатын кездеріңіз жиі бола ма негізі? Мен осы образыма қарайды, ойпырмай, мына келіншекке мынандай жігіт қалай үйленді екен деп те комментарий жазатындар бар. Үйленіп қалдық, басында көңіліме тиетін еді. Мынандай жігіт мына әйелге неге үйленген екен дегенде нәрселер айтылады. Өйткені Руслан өзінің шын бет бейнесін көрсетпей салмақты болып көрінеді. Енді елдің барлығы өзінің шын бет бейнесін көрсетуге әлеуметтік желіде тиісті емес шығар. Ол менен асқан қалжыңбас. Гүл өсіру өте қиын ғой. Бірақ барынша осын баптап жүрмін да. Мынаны түсіп қалады ғой. Соны сақ қойсаңыз тамыр шығады түбіне. Сен бөлек-бөлек отырғызып алуға болады. Мынау өліп баратқан жерінен адам қылдық. Жапырақтар бірақ әлі де болса дұрыс емес. Мынау сияқты болу керек қой, сочный. Бірақ әйтеуір адам болып келатыр. Адамсың бей? Адам бет гүл болып келатыр. Сөйтіп, мына қытайский розаға едің бәрі өше әйтеуір, бірақ маған ұнайды. Гүлдің бір келіп кетер зияны жоқ деп ойлаймын мен ше. Мына гүлім бар. Мына жайық болған қара өлә. Спортқа киген киімі ғой. Ана полы не ғой? Ыстық болшы. Не деуші еді Құдай атын? Соған мына жайық болған ғой жерге. Салафанда сапқады тұр ғой столдың үстінде. Осы бір ұйқыдан мен бір ата бабам өлді өтейін. Бәрін жібек бір сағат ұйықтап алған ғой. Әрең тұрдым ә. Ұйықтамауға да болады, бірақ мен өзім бар ғой, психологически қазір бәрін жіберемін. Бір сағат ұйықтап алам деп дайындаламын ғой. Ай, жұмыс істейік. Гранд-патрулға барайын. Бойыңды сергек қылып ұйықтатпай жүреді витаминдер бар ғой менде. Бірақ мен оларды арнайы ішпей ұйықтаймын ғой, ұйқымды келтірмей қояды деп. Қиналып атқан жоқпын да, жаңа витаминді ішсем сергек жүре аламын да. Бірақ мен именно арнайы ішпеймін ғой. Ұйқым келтірмей қояды деп ойлаймын да. Өткенде орамал сататын қыздан алғам ғой, бір орамалды ше. Қызықты орамал екен да. Өзіме қатты ұнады. Ыңғайлы да мынандай несі. Мына жер мынандай қып істелінген. Былай байлай саласың. Алдына кеп байласаң да болады. Скорее всего, мына жерге байлап қоятын шығармын. Рахмет, қыздар. Күшті орамал.